Қадірлі ағайын, құрметті жерлестер. Түркістандықтар әрқашан бірлігімен, елдігімен дараланған. Бүгін біз тағы да бір тарихи белестің алдында тұрмыз. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығына сәйкес 15 наурыз күні елімізде жаңа конституцияға арналған республикалық референдум өтеді. Бұл тәуелсіз Қазақстанның болашағын айқындайтын аса маңызды тарихи қадам. Мемлекет басшысы ұсынған конституциялық реформалар еліміздің саяси жүйесін жаңғыртуға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын нығайтуға, қоғам мен мемлекет арасында өзара сенімді арттыруға бағытталған. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатының нақты жүзеге асуы. Жаңа конституциялық модель арқылы біз әділетті Қазақстанды құрудың берік негізін қалаймыз. Бұл құжаттың басты ерекшеліктеріне тоқталсам, біріншіден, адам құндылығы бәрінен жоғары қойылады. Бұдан былай мемлекет адам үшін жұмыс істейді. Әр азаматтың құқығы мен қадір қасиеті бәрінен биік тұрады. Екіншіден, әлеуметтік жауапкершілік күшейеді. Мемлекеттің халық алдындағы міндеттері кеңейіп, қоғамдағы теңсіздікті азайтуға бағытталған нақты тетіктер бекітіледі. Үшіншіден, білім, ғылым және инновация балаларымыздың сапалы білім алып, ғылым жолында еркін қанат қағуға жол ашады. Төртіншіден, тәртіп пен әділдік қағидаты, яғни заң үстемдігі мен табиғатқа ұқыпты қарау алғашқы рет конституциялық деңгейге бекітіледі. Құрметті қауым, Түркістан қазақ руханиятының қара шаңырағы, мемлекетіміздің алтын бесігі. Кезінде Тәуке хан атақты жеті жарғыны дәл осы киелі мекенде қабылдап, ел ішінде әділдікті орнатқан еді. Бүгінгі конституциялық реформалар сол бабалардың аманатын заманауи жалғасы. Қазір Түркістан облысы көз алдымызда түрленіп келеді. Жаңа жолдар салынып, кәсіпорындар ашылуда. Ауыл шаруашылығы мен туризм жаңа деңгейге көтеріліп келеді. Шаһарымыздың түркі әлемінің мақтанышына айналды. Осы оң өзгерістердің бәрі біздің бірлігіміз бен тұрақтылығымыздың жемісі. Құрметті жерлестер, әділетті конституция мықты мемлекеттің кепілі. 15 наурыз күні референдумға келіп, өз таңдауларыңызды жасауға барлықтарыңызды шақырамын. Бұл сіздің, балаларыңыз бен немерелеріңіздің жарқын болашағы үшін жасалған маңызды қадам. Бірлігіміз бекем, болашағымыз жарқын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.